Қайырлы күн балалар. Бүгін біздер 7-ші сыныптың 7-ші бөлімі 5-6 сабақпен жалғастырамыз. Қазақстан әлемдік қауымдастықта деп аталады. Сонымен 3-ші тапсырма мәтін мазмұнына сүйене отырып, ұлы дала тарихы тақырыбы бойынша ой толғау, шығарма жазу керек. Мінекей сіздерге осындай ақпаратты ұсына отырып, қысқаша шығарма жаздым. Бұнда ұлы дала тарихы, яғни еліміздің тарихы, ойшылдар, батырлар туралы жазылған, сондай-ақ Қазақстанның тарихы несімен мақтана алады, сол туралы деректер бар. Балалар, бұл шығармаға өздеріңіздің ойларыңызды қосып, басқаша етіп түрлендіріп жазсаңыздар әбден болады. Жалғастырамыз. 4-ші тапсырма мәтінді оқы дейді, бірақ ең соңғы жағында оқығаннан кейін сұрақтарға жауап берсеңіздер. Мынадай сұрақтар қойылған. Мәтінге тақырып қою керек. Сізге 2 тақырыпты ұсындым. Біріккен ұлттар ұйымы әлем аренасына бастаған жол деп, және екіншісі Қазақстанның әлемдік аренадағы орны. Осы 2 тақырыптың біреуін таңдап алсаңыздар болады, немесе тағы басқа тақырыпты өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады. Енді мәтінге жоспар құру керек. Мінекей кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан тұратын 3 сөйлемнен тұратын жоспар құрдым мәтінге. Осыны пайдалансаңыздар, немесе өз ойларыңыз жазсаңыздар болады. Және 3-ші тапсырмасы мәтіннің етістіктің шақтарын табу керек. Мәтінде жедел өткен шақ түрлері көп кездеседі. Мінекей болды, жол ашылды, тағы да басқа, және ауыспалы өткен шақтан да бірнеше сөз бар. Сонымен балалар, жалғастырамыз. 5-ші тапсырма өз топта орындайтын тапсырмаларыңыз мәтіннің түсінгенін айту керек. 6-ші тапсырмада көп нүктенің орнына керекті сөз қою керек. Яғни мәтелдер, мақалдар берілген, қызылмен жазылғандардың барлығы бұл керекті сөздер. Оқып, тексеріп шығыңыздар. Әрі қарай жалғастырамыз. 7-ші тапсырма мәтін мазмұны бойынша диаграмма құр дейді. Балалар, диаграмманы өздеріңіз дәптерлеріңізге құрып жазсаңыздар болады. 92-ші жыл ең кішкентай диаграмманың кішкентай бөлігі осы 92-ші жылға байланысты. Бұл Қазақстанның біріккен ұлттар ұйымына мүше болған жылы. Содан кейін 97-ші жыл кішкене өседі жаңағы диаграммаларыңыз. 97-ші жылдың басында Қазақстан 60-тан астам халықаралық ұйымның мүшесі атанды. Және ең үлкен диаграмма бөлігі диаграмманың ол 2010 жыл. Қазақстан Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының төрағасы болды 2010 жылы. Осылай жазсаңыздар болады. Диаграмманы пирог түрінде жазсаңыздар болады, немесе столыптар түрінде жазсаңыздар болады. 8-ші тапсырма ойна да ойла дейді, немесе мына сөздер қалдырылып кеткен, соны тауып жазу керек. Сіздерге қызылмен белгіледім, менің өзім қойған сөздерді. Жауабын тексеріп, өз ойларыңызбен дұрыстап жазыңыздар. 9-ші тапсырма мәтін құрамынан жалғаулық шылаулар теріп жаз, сөйлемдер құра дейді. Жалғаулық шылаулар бұл мәтіндегі менің тапқанымда және деген шылау. Осы шылауларға қатысты қандай сөйлем құрауға болады? Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Мен және отбасым осы демалысты ата-әжемнің ауылында өткіземіз деп шештік. Бұл бірінші сөйлем болса болады. Және да деген жалғаулық шылауға сыныптастарым да, достарым да маған үнемі көмектесіп жүреді деп да дені қолданып сөйлем құрасаңыздар болады. Немесе басқа ойларыңыздан бір сөйлем тауып, соны жазсаңыздар да болады. 10-ші тапсырма мәтінді талда дейді. Төмендегі белгілермен әр абзацты немесе сөйлемдерді белгіле. Яғни мен бұрыннан білемін қандай ақпаратты Қазақстан әлемнің көптеген елмен жақсы байланыста екендігін. Менің ойлағаныма кереғар қайшы бұндай ақпарат жоқ менше мәтінде. Мен үшін жаңа ақпарат қайсысы болды? Осыны жазсаңыздар болады. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымына мүшелікке енген соң ғана басқа халықаралық ұйымдарға мүше бола бастады. Келісе алмаймын, білгім келеді, немесе Қазақстан әлемнің қанша халықаралық ұйымына мүше екендігін болашақта біліп, оқып, танығым келеді деп өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.